Шаға сәлем, ештеңеге асықпай терезең алдында су ішіп тұрғам ғой. Бір кезде далаға көзім түсіп кетті, қарасам енем келе жатыр. Уже кеш болып кеткен ба? Үйде отқасын, уақыт тез өте ме, әлде ештеңе үлгермейсің ба? Үйім да тазаланбаған, тамақ та жасалмаған. Жүгіріп бірінші подъезден бастадым тазалауды. Ремонт болған, ремонттан кейін шаң болып кеткен. Шаңның бәрі аяқ киіммен үйге кіреді, сондықтан бірінші подъезден бастадым. Сіздер өздеріңіз жуасыздар ма, әлде жудыртасыздар ма? Мен осылай өзім бір жуып аламын аптасына бір рет. Сосын үйді пелес ұстап алдым. Берістің алдын тез етіп аяқ киімдерді жинап, полын жуып алдым. Енем кірген кезде пол жалтырап тұрсын, үйдің бәрі тап-таза екен деп ойласын деп. Сөйтіп есіктерді де бір жуып алайын, ато балалар ұстап ағалды-ағалы қылып тастаған, май қолымен ұстайды, кір қолымен ұстайды дегендей. Сонымен есікті де тез етіп осылай сүртіп алдым. Туалет ваннамды да тазалап алдым. Одан кешкі тамағымның қамырын да тез етіп осылай илеп тастадым. Вареники істеймін деп отқам ғой. Енем келмесе отыра береді екенмін, ештеңеге үлгермей. Қалайын те желінбей тұрған нандарды да осылай турап-турап пешке салып жібердім. Сухарик жасап алайын деп. Қамырым да дайын тұр екен, тез етіп осылай жайып алдым да бүгіп қазанға салып жібердім. Тамағым дайын, үйім тап-таза. Енді енемді есікті ашып күтіп алайын.